Biz mынау тәуелсіздіктің алғашқы кезеңдерінде ішіне керек қой, мынау рухани дүниеден, рухани құндылықтардан біраз қол үзіп қалдық. Соңғы кейінгі уақыттарда осы уақытта еліміздің әр өңірінде рухани орталықтар құрылып, кішкене осы уақытта жұмыстар жүре бастады. Мына біздің облысымызда осы шерхантану орталығының құрылып, өзінің жұмысын бастағанына да біраз уақыт болды. Шынын айту керек, көзіміз көріп отыр. Өзіміз де ішіне араласып жүрміз, біраз шарасының басқасында болдық. Шерхантану орталығы бүгінгі таңға дейін ауыз толтырып айтарлықтай осы рухани бағытта көп жұмыстар атқарды. Енді оның бәрін тізбелеп айта берсек өте көп. Соның енді бастыларының өзі, мысалы мынау әулият аңыздарын дейтін кітапты құрастырып шығарғанын айтуымызға болады. Бұл әулиетаның тарихы тым тереңде жатқан тарих. Оны аңыз түрінде болсын, жазба деректер болсын, ауызша тарих ретінде болсын, зерттей беру, жаза беру ол біз үшін өте қажет дүние. Көптеген аңыздардың желісінің басын құрап шығарды. Бұл болашақта жазылар үлкен еңбектердің, дүниелердің бастамасы деуге болады. Тек қана бірыңғай әдебиет емес, тарих бағытында да жақсы істер атқарылып жатыр. Мадияр бауырымыздың өткендегі таңбалы тарих дейтін еңбегі, тұсаукесердің басқасында болдық. Өте жақсы жазба деректерді пайдаланып, біздің өңірімізге қатысты тың мәліметтермен өте жақсы жазылған кітап екен. Бұл айтып кетуге болады. Сосын енді әсіресе ерекше бүгінгі таңдағы той мәселесін осы шерхантану орталығы Жасұлан бауырымыз өзі бас болып соңғы кезде көтеріп жүр. Бұл енді қазіргі актуалды тақырып, елдің ойында жүрген мәселе. Тым дарақыланып кеткеніміз, ысырапқа жол беріп жатқанымыз, тым тойшыл болып кеткеніміз ол жасырын емес. Осы жерде кішкене бір тиымның, сәл жүйенің қажет екенін елдің бәрі біліп отыр. Бірақ соны нақты кәдімгі іске асырып, елдің басын қосып, бүгінгі таңда елге ой салып, билікпен бірігіп осы уақытта жұмыс жасап жатыр. Оны енді ішіне керек басқа облыстар, басқа өңірлерге үлгі етуге тұратын үлкен бір шерхантану орталығының бір бастамасы, бір тиянақты кісілері деуге болады. Енді әрине руханиятта шек жоқ, оның аясы өте үлкен. Әлі де жоспарлап отқан жұмыстар баршылық. Мысалы өткенде шерағаның орталығы болғаннан кейін шерағаны зерттеу, оны насихаттау, ол туралы ғылыми еңбек жазу басты міндеті ғой. Шерағаның хаттары туралы 4 томдық еңбектің жариялануы шерхантанудағы үлкен бір игілікті істеуге болады. Сол жердегі азаматтар, мысалы Жасұланның өзінен бастап жаңағы қатырған Назым қарындасымыз бар, Мадияр бар, өзің бар, барлығы да осы білімді, білікті азаматтар, руханиятқа жаны ашитын, өңір тарихын, өңір әдебиетін зерттеуге сондай бір ерекше ықылас танытатын азаматтар. Енді осындай орталықтың өмірімізде құрылғанына, оның осындай игілікті істер атқарып жатқанына қуанамыз, мақтанамыз. Алдағы жұмысына да толағай табыстар тілейміз.